Баршаңа сәлем, сіздермен Сарбалар арнасы Жумонг сериалының шолуына қош келдіңіз. Видеомызды көрместен бұрын лайктарыңды басып, осы сериалдың жалғасын көргілерің келетіндігін білдіріп отырыңдар. Келесі бөлімді 3000 лайк жинаса шығаратын боламыз. Телефонды үлкен экранға қойып, бізбен бірге соңына дейін қызықта. Сосоныға келіп, оны босатқан Жумонгтың жасаған жақсылығыңа қайтарғаным деп, оны шатырға мінгізіп жібереді. Ал қызды күзетуі керек мына бір үшеуі мұны көріп, ендігі қызға жете алмайтынын және де осыдан соң Дочидан жақсылап таяқ жейтіндіктерін ойлап, өштерін Жумонгтан ала бастайды. Баланы өлгенше ұрып, соңында тіпті Мари пышағымен істі тындырайын деп жатқанда, бұл жерге Пуйон келіп тоқтатады. Оларға бұл жігіттің Ханзада екендігін айтып, аман алып қалады. Ал үшеуі тез арада ойларын өзгертіп, талып жатқан Ханзадаға көмектесіп, осының жанында жүрсек жақсы өмір сүреміз деп Жумонгты ұруын тоқтатады. Йонтобаль адамдары Дочимен келіссөздер жүргізуге оның аумағына келеді. Екеуінің әңгімесінде қызын беру үшін Дочи алдыма тізерлеп, екі қап жібек беріп, одан соң табанымды сүйесің дейді. Йонтобаль амалсыздан келісіп, бірақ алдымен қызымның тірі екендігін көруім керек дейді. Без проблем деп смел отырған Дочиға келген Хандон атты қызметкердің қызы қашып кеткендігін ескертеді. Дочи сасқаннан ойына келгенді айтып, Йонтобальға барлық байлығыңды бер деген орынсыз талапты қоймасы бар ма? Әкесі болса мұны орындай алмайтындығын, сосын өлер болса тағдыры солай болатындығын айтып кетіп қалады. Күйінген Дочи өз адамдарын ұрудан басқа із таппайды. Кейін қызға қарау керек шөуімен Жумонгтың қашып кеткен біліп, оларды кінәлі деп санайды. Жумонгты туысын деп осында келген Пуйонды Дочи қинай бастайды. Бұл қыздың Жумонгтармен бірге қашып кетпеген себебі оның осында құлдықта жүрген інісі бар еді. Йонтобальға жолай Сайон қызының қашып кеткендігі немесе оған бірдеңе болғандығын, Дочидің келіссөз кезеңдегі қылықтарын қарау арқылы білгендігін айтқаны сол-ақ екен, қақпаны ашқан Сосон отыр. Әкесі қызын құшақтап уайымын басады. Сосон әкесіне қашуға көмектескен Жумонг жайлы айтып, кейін оның соққының астында қалып кеткендігін жеткізеді. Әкесі болса, егер ол тірі болса, жақсылығымды аямайым деп сөзін аяқтайды. Сосоны болса, Вутеге осы жігітті табу тапсырады. Айтпақшы, бұл төртеуі Мусонның құпия түрмесінде Дочидің адамдарынан тығылу үшін келген болатын. Мусон Жумонгқа ғана орын беріп, қалған үшеуі кері қайтарады. Түрме ішінде Хэмусудың жанына орналасқан Жумонг батырмен тіл табысып әңгімелесіп кетеді. Әңгіме арқылы Хэмусудың кезеңінде Дамуль жасағында болғандығын біліп алады. Хэмусу болса өзін кінәлаумен болады. Қан әскерін жеңемін деп жүріп өз адамдарынан айырылғандығын, одан қалды тіпті мәңгі бірге өмір сүреміз деген қызға берген уәдесінде тұра алмағандығын айтады. Патша сарайында екі Ханзада, Тэсо мен Йонпоға хан Гымуа сенімді іс тапсырады. Ендігі уақытта Тэсо сыртқы істермен айналса, Йонпо қолбасшы Хыкчидің көмегімен әскерді басқарады. Осы жаңалыққа бұлар да қатты қуанып жүр. Онымен қоймай екеуі де шеберханаға кіруге рұқсат етіліп, енді олар Мопальмостамен бірге жұмыс жасайды. Йонтобаль Гымуа ханмен уәделескендей басқа елдерге барған саудагерлер арқылы сырттағы жаңалықтарды Пуйо сарайына жеткізу ісімен айналысады. Ал сыртқы іске тағайындалған Ханзада Тэсо Йонтобальдың жеріне келіп кездеседі. Кездесуде өзінің ақылды екендігін көрсетіп, бір мақтау істесе, екіншіден өткен жолға төбелесіп, бір удармен ғашық еткен Сосоныны бір көріп кетеді. Әкесі Йонтобаль оның ойын сезіп, ханмен құда болатындығына мәз болып жүр. Ал Гымуа хан патшалықтағы құпия түрме жайлы біліп алып, енді ол түрмеге өзі барып тексермекші болады. Осы түрмеде Хэмусу мен Жумонгтың қылыштасу өнермен дайындықтарын бастап кетті. Көзінің көрмейтіндігіне қарамастан Хэмусу қылыштасуының өте керемет екендігін көрсетіп те алады. Бірде Хэмусу Жумонгтың арқасындағы точкаларын басу арқылы бойындағы жаман энергиясын қуып қан айналымын жақсартып тіпті күш жинап береді. Осыдан кейін ойымен төбелесіп көрген Жумонг оны жеңіп бір қуанып алады. Ал Тэсо мен Йонпо ханзадалар болса, Жумонг отырған түрмеге әскер жасақтап шабуыл жасауды шешеді. Түрме күзетшілерінің саны небәрі 10 адам ғана болғандықтан олардың жеңіп кетуі мүмкіндіктері жоғары болатын. Мусон болса, бұлар келместен бұрын арақ ішуге сыртқа шығып кеткен екен. Үңгір аузында бір-екі адамды өлтіріп, кейін ішке кіріп, онда отырған қылмыскерлердің арасынан Жумонгты іздегенмен, ол көрінбей болмағасын оларды да өлтіріп тастайды. Бұлар бара-бара Жумонг пен Хэмусудың отырған үңгірдің соңғы жеріне де жақындап қалды. Хэмусу ендігі олармен шайқасудың басқа малдың жоқтығын айтып дайындалады. Бұлар келген соң Тэсо мен Йонпо беттерін шешіп, өздерін көрсетсе, Жумонг пен олардың арасында шайқас басталды. Төсегінде жайбырақат отырған Хэмусу барып, әскер шабуылдаған сол-ақ еді. Ол да іске кірісіп, төбелесіп кетті. Адам саны көптігіне қарамастан оларға қарсы шыққан екеуі
жақсы шайқасты. Хэмосу Йонпоның тамағына қылыш тақап кепілге алса, қасына Жумонгты алып, бұл бөлмеден сақтықпен шығып кетеді. Алдынан шыққан садақшыларға қарсы айлаймен өтіп, кейін орман ішіне енеді. Ал осы уақытта патша Гымуамен сүйретілген адамдармен жолда баяу келе жатқан болатын. Орман ішінде қашу кезінде екеуі қоршауға түсіп шайқасады. Бұл жолы Тесо Хэмосуды жараласа, Хэмосу да өзінікін жібермей, оның да денесін қылышпен осып жібереді. Кейін Жумонгтар қашып кетеді. Йонпо болса үңгірге қайта келіп өліктердің барлығын жасырып тастайды. Патша Гымуамен келгендігін, мұнда тірі қалған ешкімнің жоқ екендігі, барлық күзетшілер мен тұтқындардың өлген, ал оларды өлтіргендер жоқ. Кейін тіпті патша осы істі толық тексеруді генерал Хыктиге тапсырады. Тесо болса ауыр жараланады, ал Хэмосудың Жумонг жараланған күйінде бір үйге әкеліп, өзі Пуйонды ертіп келуге кетеді. Бірақ Пуйонды әкелу оңай болмайтынын Жумонг үш досына келіп осы мәселені айтып тұрғанда, оларды естіп тұрған Сосононың адамы көмек керек екендігін түсініп, Дочидің адамдарының көңілін аудару үшін оларға шабуыл жасайды. Сол уақытты пайдаланып Жумонгта Пуйонды алып кетеді. Бұл уақытта жарақат алған Тесоның неден жарақаттанғандығы жайлы сұрақ болды. Ал олар ханға Йонпо екеуі тауда аң аулап жүргенде тау жолбарысы шабуылдады деп айтады. Пуйон түнімен отырып Хэмосудың жағдайын жақсартып береді. Ал олардың жасырынып отырған орында Сосононың адамы тауып алады. Тесоның жағдайы нашарлай берген соң, оның емдеуге көріпкел Юмиэлді шақырады. Ол болса жараны жолбарыстың емес, қылыштың салғанын көріп біліп қояды. Кейін уәзір екеуі Йонподан оңаша сұрағанда, болған жайттың барлығын Йонпо тізбектеп тұрып айтып береді. Әлгінде Сосононың адамы Уте Жумонгтардың орнын біліп қойғаны, сол ағайды ертесіне тіпті Сосоно ертіп келеді. Қыздың келгендігі мақсатын Жумонгтың жасаған жақсылығының қайтарымы ретінде өз тайпасына алып келу еді. Бірақ Жумонг өзінің қауіп ортасында жүрген түсініп, барудан бас тартады. Хэмосу да жазылады. Кейін Жумонг екеуі сөйлесу барысында оның Гымуа ханның ұлы екендігін біледі. Хан Гымуа Юмиэлден түрме жайлы мағлұмат алу арқасында, онда Хэмосудың да отырғандығы жайлы естиді. Енді ол өлді ме деп ойлағанда көріпкел мәйіттердің арасынан оны көрмегендігін айтады. Әрине хан бұл Хэмосудың қамалуы жайлы хабарды естігенде қатты ашуланады және онымен міндетті түрде түрмеде кездесуім керек дейді. Йонтабаль адамдары Мопальмостамен тіл табысуға тырысуда, қалаған затын алып беріп, араққа тойдыруда. Ал өткен шайқастан кейін өз адамдарымен жұмысынан айырылып қалған хабарсыз кеткен Мусонды бір жерде таяқ жеп жатқан жерінен Жумонгтың адамдары алып кетеді. Жумонг Хэмосумен жаттығу үшін Мопальмостамен тағда бір кездесіп, қылыш сұратып кейін алады. Сосоноға әкесі Тесо ханзаданың көңілін сұрап қайтуы жайлы ұсыныс тастайды. Өзі қаламаса да тайпа үшін ханзадалармен байланысты болуы пайдалы болғандықтан барады. Және сарайда жүріп бұрындары өзі Жумонг ханзадамын деп таныстырған Жумонгтың айтқаны рас бекен, соны да анықтайды. Жараланған Тесо қызды көріп, екезу екі құлағына жетіп мәз болады. Сосонода ВК-дағы группалардан оқып алған махаббат сөздерін айтып береді. Кейін қайтадан Уте сарай ішіндегілерден сұрау арқылы Жумонгтың ханзада болғандығын анықтап біледі. Сосоно және де жандағылар осы жағдайға қатты қуанады. Себебі екі ханзадамен де жақсы байланыста болу ол үлкен пайда әкелетін. Хэмосу болса Жумонг арқылы Гымуа ханға кездесу хатын құпия түрде беріп жібереді. Гымуа хан оқып хабардар болған соң хат уәзірдің де қолына тиеді. Кездесу күнінде Хэмосу Жумонгтың алдынан уәзір адамдармен шабуылдайды, бірақ екеулеп жүріп оларды оңай жеңеді. Бірақ жолдан кері кеткен олар кездесуге бара алмай қалады. Гымуа болса сол күні кездесу орында келген болатын. Келесі күні хан бұл кездесудің болуына біреулердің кедергі болғандығын сезіп ашуланады. Дочи Йонтабальды қорғап тұрған хан Гымуа бар екендігін көргендіктен, ол да ханзада Йонпомен араласып бастайды. Ақмақтау келген бұл бала Дочидің сынған заттарын көріп аузынан су ақса да, оның айтқан сынсарына келісе береді. Дочи болса Йонтабальдың қалада сауда жасауына тыйым салынуын сұрайды. Бұл оңай іс болмаса да әшекейге қызыққан бала келісе береді. Жумонг пен Хэмосу Мопальмостадан алған қарулармен жаттығуды бастайды. Хэмосудың ақыл кеңесімен жауынгерлік қасиеттерді үйрене бастайды. Осылайша видеомыздың соңына да таяп қалдық, бірақ жалғасы міндетті түрде болады. Ол үшін лайк пен тіркелудің батырмасын басып қойыңыздар. Сарбала арнасын көруді ұмытпайық. Келесіде кездескенше аман сау болайық.